Басқа да ақпараттар жасанды интеллект тиімді қолдану уақыты. Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде осындай атаумен жобаларды басқару тобының көшпелі отырысы өтті. Семинар мәжілісте еліміздегі бірнеше жоғары оқу орнының өкілдері өз тәжірибелерін ортаға салды. Мұндай жиындардың салаға енгізер жаңалығы көп дейді жиылғандар. Бүгінде жасанды интеллект жайламаған сала кем дегем. Цифрлық трансформация ғылымға да едәуір өзгеріс әкелді. Осы ретте ғалымдар IT білім беру саласындағы инновациялар, жасанды интеллекттің білім беру жүйесінде қолданылу мүмкіндіктеріне салыстырмалы талдау жасады. Биыл тұңғыш рет 100 арнайы министрліктен грант бөлініп, осы грантқа біз 4 бағыт бойынша ақпараттық технологиялар, кибербезопасность, информатика, педагогикалық мамандық, сосын вычислительная техника, программное обеспечение. Осы 4 бағытқа біз 100 баланы арнайы грант есебінде қабылдадық. Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті жасанды интеллектіні 100% қолданысқа енгізген оқу орындарының бірі. Семинарда оқу ордасының ректоры білгенін бөлісті. Алда тұрған университеттердің көбісі Қазақстан бойынша бұл технологияның жасанды интеллекттің аппараттарын оқу үрдісіне қолданып жатыр. Біздің университетіміз жалпы бағыты бойынша ақпарат технологиялар болғандықтан жалпы барлық жерде біз жасанды интеллекттің элементтерін қолданамыз. Вообще 100% деп айтуға да болады. Ақпараттық коммуникативтік технологияларға қатысты, ақпараттық қауіпсіздікке қатысты мәселелерді де қалай орналастыруға болады. Жеткен жетістіктеріміз қандай қазір? Жасанды интеллектті оқу үдерісіне енгізуде әрі қарайғы жасайтын жұмыстарымыз қандай? Соны бір нақтылап алуға жиналып отырмыз. Ортақ алаң ретінде Қорқыт ата университетінің таңдалуы тегін емес. Мұнда Сеул техникалық университетімен бірлескен жасанды интеллект жоғары мектебі жұмыс істейді. Қатысушылар жаңашыл жобаға қанығып, тәжірибелік сессиялар арқылы жасанды интеллектті тиімді пайдалану бойынша нақты дағдыларды меңгеруге мүмкіндік алды. Асқар Тәжиев, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.